Всем привет! Сегодняшняя наша тема кадисы. Это на русском будет сувенир. Сначала вот познакомимся с новыми словами. Тикимет, войлочный ковер, уюрник, орнамент, узор, комбат дорогой, кадисы, сувенир, подарок. Мура– это наследие. Санда– это красивый, нарядный. Первое задание. Суретке қара екі тикеметті салыстыр. Әр тикеметке қатысты сөз тіркесін құра. Первое задание вам нужно сравнить. Вот тут это тикемет, ковер, да? Вам нужно сравнить вот эти две ковра. Үлгі примерға дано. Тикеметтің суреті, тикеметтің оюы. Вот ответ. Бірінші суреттегі тикеметте жылқы үстіндегі адам, түйе, құс тәрізді оюлар бейнеленген. Оюлар көк, қызыл және ақ түсті. Тут сказано, какие узоры рисунки в данном ковре и оюлар, орнаменты какие, какого цвета. Екінші тикеметте қазақи оюлар бейнеленген, олар қызыл, жасыл, сары түсті. Тут тоже какие орнаменты в тикемете и какого цвета они. Второе задание. Түсініп оқы. Нужно вам прочитать текст. Оқиық және сұраққа жауап берейік. А третье задание у вас. На каждый абзац в данном тексте нужно выбрать тему. Например, бірінші бөлігі. Это первый абзац. У нас будет тикемет, көне, қолөнер түрі. Это тема. Второй абзац. Екінші бөлігі. Тикеметтің оюы. Орнаменты тикемета. Үшінші бөлігі. Третий абзац. Тикеметтің пайдасы. Полезные стороны тикемета, да? Четвертое задание. Суретте берілген заттар мен бұйымдар неден жасалған? Асықты шиырып таста, қай суретке түссе, сол сурет туралы әңгімеле. Можете выбрать один предмет, например, тикемет, либо камзол, или саукилем. Можете выбрать одну из них, и нужно сказать, из чего сделаны эти предметы. Например, я выбрала, торсық. Торсық — это, знаете, где мы храним кумыс, шубат и так далее. Это делается из кожи. Торсық бұл қазақтың дәстүрлі тері ыдысы. Көбінесе жылқы, түйе немесе сиырдың терісінен жасалады. Оны сусын сақтауға және алып жүруге қолданған. Торсық көбіне ою-өрнекпен безендіріліп, әдемі пішінде жасалған. Сондықтан ол көркем бұйым ретінде де бағаланады. Торсық — это казахская посуда. Делали его из кожи верблюда, коровы и так далее. И используют, конечно же, чтобы хранить кумыс, шубат, и кефир, айран и так далее. Және де можно украшать кумыс с орнаментами, с узорами. Поэтому это драгоценный у нас предмет казахский. Следующее, это пятое задание. Киізден жасалған бұйым атауларын теріп жаз. Олармен сөйлем құра. Нужно вам написать название предметов, которые сделаны из войлока. Ответ. Тикемет сделан из войлока. Қап. Қап — это мешок. Етек. Сапоги. Киізден жасалған ойыншықтар. Игрушки из войлока. И, используя эти слова, нам нужно составить предложение. Вот ответ вам. Анам үйге жаңа тикемет сатып алды. Қыста мен киіз етік киемін. Қапқа киізден жасалған ойыншықтарды салуға болады. Шестое задание. Кәде сыйлар көрмесін ұйымдастырыңдар. Өз бұйымың туралы мәлімет бер. Здесь вот пример вам дано. Келіңіздер көрсетейін. Мынау түйенің бағасы. Тут проводится выставка, и нужно про свой товар рассказать. Ответ. Келіңіздер көрсетейін. Мұнда қазақ халқының көне бұйымдары бар. Мынау астау, оның бағасы 15 000 тенге. Тут я написала: подходите ко мне, тут у нас казахские древние украшения и так далее. И это астау. Астау — это большая тарелка казахская, где кладут казахскую еду, бешбармак, например, и так далее. И его цена 15 000 тенге.